Selim balapandarım, canım kuşakandarım. Tamaşalap Kokoşben Pikoş'tun kuanışların. Kollarımdı kıygerip, kuşağımdı kepkerip, yıkırıp oynayman, oyunga hiç duymayman. Gel balalar oynayık, çıkarıp kovalasayık, kulap kalsak жыламай, oyundu жалғастырайық. Сәлем балалар! Қош келдіңдер! Жыл мезгілдері ертеде ешкі жүніп өртеде ақ жайықтың жағасында елеулі қалқына қалаулы бір домалақ ана өмір сүріпті. Сол анадан тараған 4 қыз бар екен. Олардың ауыз десе аузы, күндей жарқыраған көзі бар. Дүниенің сұлулығын өздеріне дарытқан сұлу қыздары болыпты. Анасы жақсы тәрбие беріпті. Үлкен қызының аты Көктем. Ол ақ, жарқын, мінезі нәзік. Екінші қыз Жаз. Жарқырап, жайдарлы, әр уақытта күлімдеп, нұрын шашып жүреді. Үшінші қызы Күз. Басқа қыздарға қарағанда жылауық, жаңбырлы болады. Бірақ қолы ашық мырза екен. Ал кіші қызы Құс. Басқа қыздарына қарағанда салқын, қаталдау. Қыздары бой жетіп, саналы да салмақты қыз болып өсіпті. Осы қыздарым домалақ ана өздерінің құтты орындарына қондырыпты. Үлкен қызы арыстай 3 ұл туып, үшеуі де ел қорғаған батыр болыпты. Екінші қызы 3 қыз туып, үшеуі де адамзатқа жан жылуын сыйлай білетін мейірімді қыздар атаныпты. Үшінші қызы жаздай жайдарлы 3 қызды дүниеге әкеліпті. Төртінші қызы берекесі мен ырысы мол, қолдары ашық, келген қонақты қадір тұтатын қонақжай 3 қыз өсіріпті. Осы 4 қыздан өрбіген ұрпақтары елге, халыққа пайдасын тигізіп, ел аузында аттары аңызға айналыпты. Олар жылдың 4 мезгілі мен 12 айы екен. Балалар, бүгін әріптерді жаттайтын боламыз. Бірінші әріп А. Ағаш. Екінші әріп Ә. Әтеш. Үшінші әріп Б. Бақа. Төртінші әріп В. Вагон. Бесінші әріп Г.
Gauhar tas. 6. harf G. Garishker. 7. harf D. Dop. 8. harf Y. Yemen. 9. harf Yo. Matryoshka. Balalar, gündelikte osылай әріптерді жаттайтын боламыз. Балалар, ойынымыз сендерге ұнап жатыр ма? Тамаша! Арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Келесіде кездескенше.